Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы жаңа сабақ заттың сынын білдіретін сөздермен танысайық. Сабақты бастамас бұрын мына жердегі берілген тапсырмаға қарайықшы. Заттың сынын білдіретін сөздер қандай сұраққа жауап беретін еді? Дұрыс, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Олай болса, құлпынайды алайықшы. Құлпынайдың түрін, түсін, оның қандай жеміс екен, оның дәмі қандай екен, оның пішіні қандай екен анықтайық. Құлпынай жидек, оның түсі қызыл, дәмі тәтті, дәмді, пішіні сопақша, ол жерде өседі. Жарайсыңдар. Енді лимонда айтайық. Лимон ол да жеміс, оның түсі сары, дәмі ащы, қышқыл, пішіні доғал, ол ағашта өседі. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Заттың сынын білдіретін сөздер қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Олай болса, бүгінгі жаңа сабағымыз заттың сынын білдіретін сөздер 83-ші жаңа сабақты өтетін боламыз. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Обсерватория. Обсерватория зерттеу жұмыстарын жүргізетін мекеме. Ол биік тауларда, жазықтарда орнатылады. Одан түнгі аспанды тамашалауға болады. Аспан әлемі ерекше. Мыңдаған жұлдыздың әрқайсысының өз құпиясы бар. Олардың құпиясын зерттейтін ғалымды астроном деп атайды. Балалар, бұл мәтін Ақ желкен журналынан алынған екен. Балалар, мәтін не туралы екен? Зерттеу жұмыстарын жүргізетін мекеме туралы екен. Обсерватория дегеніміз не екенін түсіндік пе? Зерттеу жұмысын жүргізетін орын. Ол туралы не білдік? Ол биік тауларда, жазықтарда орнатылады екен. Одан түнгі аспанды тамашалауға болады екен. Аспан әлемі ерекше болғандықтан, мыңдаған жұлдыздың әрқайсысының өз құпиясы бар. Олардың құпиясын зерттейтін ғылымды астроном деп атаймыз. Жақсы балалар, олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Ашық аспан әлемін түнде бақылаған дұрыс. Сонда жұлдыздар анық көрінеді. Заттың сынын білдіретін сөздерді тауып, сұрақ қой, оның қай сөзбен байланысып тұрғанын тап. Ашық аспан. Қандай аспан? Ашық аспан. Ашық аспан әлемін түнде бақылаған дұрыс. Бұл жерде сонда балалар, ашық аспан сөзі бір-бірімен байланысып тұр екен. Сонда жұлдыздар анық көрінеді. Қалай көрінеді? Анық көрінеді. Балалар, үшінші жаттығуға қарайық. Суреттегі заттың сынын білдіретін сөздерді айт дейді. Мына жерде нені көріп тұрмыз? Кітапты. Кітап қандай? Төрт бұрышты. Кітаптың түсі қандай? Қызыл. Кітап қандай? Қалың. Кітап қандай? Кітап қызықты. Және пайдалы. Осылай, заттың сынын білдіретін сөздер қандай, қай деген сұрақтарға жауап беретін болса, бізде дәл сол сұрақтарды кітапқа қойып, қандай сұрағына жауап беретін сөздерді кітапты сипаттап жазатын боламыз. Жарайсыңдар балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналым ұнап жатса, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпа.